Сәлем достар, мен Ағачан Адинамын, мен кішкентай болғанмын, мен жасым 5-те. Алақай бөбжай бақшасына келдім. Ауданымыздың мұражайына келдім. Бұнда көп заттар көрдім. Мен сіздерге қанжар туралы айтып берейін. Қанжар өз қабында сақтаған дұрыс. Іші өткір. Оны болаттан жасаған. Ал Кәусаржан, мынау біздің парасат пен білім мен ғылымның ордасы кітапханаға қош келдің. Болашақта осы біздің кітапханамыздың оқырманы бол. Бұл кітапханада өзіңе, сендер сияқты балаларға арналған көптеген ертегі кітаптар бар, жаңылтпаштар бар, мақал-мәтелдер бар. Сонымен қатар біздің кітапханамызда балаларға арналған Балдырған, Айбөлек, балалар әлемі деген журналдар бар. Осы кітаптарды оқу арқылы сен көп нәрселерге қол жеткізесің. Атаң, әжеңе, мамаң мен папаңа осыларды айтып беруге де болады оқығандарыңды. Сәлем достар, мен кішкентай блогер Бақтыгерей қызы Кәусармын. Мен бүгін ауылымыздың кітапханасына келдім. Бұнда өте қызықты кітаптар бар. Кәли апа мені қызықты кітаптармен таныстырды. Маған қатты ұнады. Мемлекет басшысы биыл балалар жылы деп жатыр. Соған орай кітапханаға балаларға арналған кітаптар келіп жатыр. Сіздерді де осы кітапханаға жиендеріңізді толтыруға шақырамын. Тәуелсіздік туралы кітаптар көрдің бе? Ақтаудың кітаптары, осы тәуелсіздік туралы кітап аламыз. Мына жерден ата тегіміздің алтын сандығы. Бұнда қазақтың батырлары, хандары туралы кітаптар, біздің нұрсының бейнелері бар. Әйтеке би, Қазыбек би, сол туралы кітаптар. Ал мына сөйлеміз біздің балаларға, табиғатты қорғауға арналған, сосын балалардың кітаптары. Мына ойнайық та ойлайық деген кітаптар. Мінекей, қуырмаш дейтін өлең жырлар, қазақтың ұлттық ойындары туралы кітаптар. Ал мына жерде Дәулетов дейтін ағамыздың балаларға арналған базарлық деген кітабы. Осы кітаптың ішінде кәдімгі сендердің жасындағы балаларға төрт шумақтан жазылған өлеңдер бар. Сонымен қатар мынау да әдептілік, әдемілікке бастайтын кітаптар. Қорқардан не деген жақында келген Оразақын, Асқардың балалар әлемі деген кітап. Бұл да бағанағы